Көз алдымызда нағыз ғасырдың қаржылық операциясы өтіп жатыр. Ең таңғаларлығы сол, бәрі толығымен заңды. Әлемнің назары саяси тартыстар мен жаһандық қақтығыстарға ауып тұрғанда, Бейжің ешқандай шусыз, өте салқынқандылықпен доллардың әлемдік үстемдігін ұстап тұрған арқандарды бір-бірлеп кесіп жатыр. Әскери қауіп немесе агрессивті экспорттың орнына әлдеқайда жасырын қару қолданылуда. Бұл стратегияның негізі мыңдаған тонна құпия алтын қоры мен Уолл-стрит алпауыттарын суық терге малшындыратын банк жүйесіндегі елеусіз бір саңылау. Бұл шығаруынды міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Біз әлемнің экономикалық заңдарын қазірдің өзінде қайта жазып жатқан Қытайдың көлеңкелі ойынын қадам-қадаммен талдаймыз. Бұл жаһандық өзгеріс жеке сіздің қалтаңызға, жинаған қаражатыңызға қандай қауіп төндіретінін және Вашингтонның неліктен бұрышқа тіреліп, тәуекелге бардан басқа амалы қалмағанын білетін боласыз. Кеттік. Доллардың мінсіз машинасы алғаш рет 2008 жылы қатты істен шықты. Уолл-стриттегі ипотекалық дағдарыс жарылған кезде оның соққысы бүкіл әлем нарықтарын жайпап өтті. Жағдайдың абсурд екенін елестетіп көріңізші. Азия мен Таяу шығыс, оның ішінде біздің экономикамызда қалыпты жұмыс істеп тұрды. Бірақ Нью-Йорктегі бір топ банкирдің ашкөздігінен тұтас мемлекеттер қаржылық дағдарысқа ұшырады. Себеп біреу ғана, бүкіл әлемнің американдық валютаға тоқтай тәуелділігі. Дәл сол кезде Бейжің алғаш рет байыпты ойлана бастады. Тізгіні бөтеннің қолындағы жүйеге сенуге бола ма? Бірақ бәрін өзгерткен нағыз бұрылыс 2022 жылы болды. ақш пен оның одақтастары бұрын соңды болмаған қадамға барды. Бір ғана шешіммен Ресейдің 300 миллиард долларға жуық мемлекеттік қорын бұғаттап тастады. Батыс коалициясына кірмейтін елдер үшін бұл төбеден жай түскендей болды. Иллюзия бірақ күнде жойылды. Көк қағаз енді халықаралық сауданың қауіпсіз құрал болудан қалды. Бүкіл әлемнің көз алдында доллар абсолютті қаржылық қаруға айналды. Әлем қорқынышты шындықты үреймен түсінді. Ең сенімді деген батыс банктерінде сақталған қыруар қаржыны жүйеден бір сәтте сызып тастауға болады екен. Бір ғана қате саяси қадам жасасаңыз болды. Сіздің миллиардтарыңыз Вашингтонның бір батырмасымен бұғатталады. Әлемдік қаржының логикасы төңкеріле түсті. Сенің ұлттық байлығың енді саған тиесілі емес. Сен оларды тек тәртіпті болғаның үшін уақытша пайдалануға берілген жалға алу құқығы сияқты көретін болдың. Бұл сенімсіздік әлем көшбасшылары арасында нағыз дүрбелең тудырып, бәрі балама құтқару жолдарын іздеуге кірісті. Бірақ дәл осы жерде жүйе қатал шындыққа тап болды. Жабық есік жағдайында доллар монополиясын сынау бір басқа, ал оған нақты қарсы мүлдем басқа еді. Елдердің басын көпшілігінде мұндай жаһандық төңкеріс жасауға экономикалық салмақта, тәуелсіз банк инфрақұрылымы жоқ болатын. Ешкімде жоқ, Қытайдан басқа. Орасан зор қоры бар әлемнің басты фабрикасы Қытай мінсіз сәттің келгенін түсінді. Бейжіңнің қолында барлық мүмкіндік бар еді. Ресурстар, амбициялар және бұл карта үстелін жалғыз өзі төңкеріп тастай алатындай ауқымды күш. Сөйтіп, ұлы қаржылық механизм іске қосылды. Сонымен, Бейжің неден бастады? Егер олардың алдыңғы жылдардағы алтын қорларының графигіне қарасақ, іш пыстырарлық түзу сызықты көреміз. Кіріп қимылсыз, аздап қана сатып алып отырған. Бірақ сауда соғыстары басталған бойда Қытай газды түбіне дейін басты. Нақты физикалық алтынды сатып алу жылдамдығы қазіргі тарихтың барлық рекордтарын жаңартты. Ең қызығы, олар мұны абсолютті ашық түрде жасап жатыр. Жалған қорлар арқылы көлеңкеде алтын жинауға толық мүмкіндігі бола тұра, Бейжің бұл процесті әдейі жұрттың көзінше жүргізуде. Бұл жай ғана экономика емес, бұл бүкіл әлемге арналған алып неон жарнамасы. Біздің қоймаларымызға қараңыздар. Біз оларда алтын құймаларына толтырып, американдық қарыздан құтылып, доллар инесінен отыруды тоқтатып жатырмыз. Сіздер де дәл осылай жасай аласыздар. Және бұл үндеу жұмыс істеуде. Сарапшы Люк Роменнің есептеуінше санаулы айлар ғана қалды. Жақында Қытай қорындағы алтынның үлесі американдық мемлекеттік облигацияларының үлесінен асып түседі. Ресми түрде Қытайдың халық банкі 2300 тонна алтынымыз бар деп мәлімдейді. Бірақ шынай болайық, бұл Қытай. Bloomberg және JP Morgan сарапшылары мемлекеттік банктер мен қорлардың жасырын активтерін есептей келе тереңірек үңілді. Нақты сан тіпті ғарышқа ұшып кетеді. Шамамен 3-5 мың тоннаға дейін. Тренд айқын, доллар құлдырап, алтын шарықтап барады. Бірақ прайм-таймда теледидардан көп айтыла бермейтін, алайда ойын ережесін мәңгілікке өзгертетін бір деталь бар. Халықаралық банк ережелерін реттейтін Базель 3 стандарттары бойынша алтын ресми түрде тәуекелсіз. Бірінші, деңгейлі актив ретінде танылды. Іш пыстыратын банк бюрократиясы сияқты естіле ме? Қарапайым тілмен түсіндірейін. Көз алдыңызға елестетіңіз. Гаражыңызда 100 000 долларлық су, жаңа спорткар тұр. Сіз банкке несие алуға барасыз, ал олар сізге көлігіңіз керемет екен, бірақ біздің ереже бойынша оны тек 20 000-ға ғана бағалай аламыз дейді. Ашуланасыз ба? Әрине,
ондаған жылдар бойы алтынмен дәл осылай жұмыс істеді. Ол үшінші деңгейлі актив саналды. Ешкім доллармен бәсекелесуге батылы бармау үшін жасалған жасанды кедергі еді бұл. Қағаз жүзінде сіздің 1 миллиардтық алтыныңыз банк үшін жарты миллиард болып есептелетін. Бірақ жаңа реформалар бұл схеманы бұзды. Енді сіздің алтындағы миллиардыңыз бұл темірбетонды 100% миллиард. Спорткарды ақыры нақты бағасымен бағалады. Керемет пе? Әрине. Бірақ жолда ең соңғы, ең мықты кедергі репо нарығы қалды. Күрделі терминдер айтсақ, бұл әлемдік банктерге арналған тәулік бойы жұмыс істейтін алып ломбард. Экономика тоқтап қалмау үшін күн сайын триллиондаған доллар қарызға берілетін ғаламшардың қан айналым жүйесі. Үлкен мегапорт салғыңыз немесе зауыттарды жаңартқыңыз келе ме? Жүйе ақша береді, бірақ мінсіз сенімді кепілзатты, жоғары сапалы, өтімді актив деп аталатын дүниені талап етеді. Ал бүгінде осы мінсіз кепіл не екенін таппасып көріңізші? Дұрыс таптыңыз. Американдық мемлекеттік облигациялар, қарыз қағаздары. Бұл үлкен ақша әлеміне кіретін VIP рұқсаттама. Американдық қағаздар жоқ па? Несие де жоқ. Дәл осы тұзақпен доллар әлемдік экономиканы уысында ұстап тұр. Міне осы жерге Қытай өзінің мыңдаған тонна алтынымен кіріп келді. Олардың түпкі мақсаты алтынға дәл осы жоғары сапалы актив мәртебесін жұлып алып беру. Бұл орындалған сәтте алтын қоймада шаң басып жатқан жай ғана әдемі қима болудан қалады. Ол қаржылық VIP рұқсаттамаға айналады. Елдерге өз зауыттарын салу үшін енді доллар іздеп сабылудың қажеті болмайды. Алтын қоры ақш доллары сияқты мықты валютаға теңеседі. Және дәл осы грандиозды жоспар бізді тарихи БРИКС саммиттерінің басты тақырыбына әкеледі. Қараңызшы, көп жылдар бойы Қытай, Үндістан, Бразилия, Оңтүстік Африка және басқа елдерге бір ғана идеямен келді. Жігіттер, өзара юаньмен сауда жасайық. Оған орны жауап қайтарылды. Юань тамаша, сіздер әлемдік фабрикасыздар, бірақ біз долларға үйреніп қалдық. Сіздердің ақшаларыңыз нақты немен қамтамасыз етілген? Қытай сол кезде өз көздерін шығарды. Егер біздің экономикамызға сенбесеңіздер, біз сіздерге кез келген сәтте юаньді физикалық алтынға айырбастауға кепілдік береміз. БРИКС елдері қуанып кетті. Керемет, ал біздің алтынымыз қайда сақталады? Қытай күлімсіреп, әрине, бізде, Бейжіңге деп жауап бергенде, барлық құлшыныс су сепкендей басылды. Ешкінің ескі қателіктерді қайталағысы келмеді. Вашингтонның өзгенің қаржысын қалай оп-оңай бұғаттай салатынын көре тұра, БРИКС елдері бір гегемонды екіншісіне ауыстыруды жоспарлаған жоқ. Өз байлығын Қытай компартиясының бақылауына беретіндей аңғал ешкім болмады. Бірақ Қытай тарихи маңызы бар шешімге келіп, алтын дәліз жобасын ұсынып, данышпандық жүріс жасады. Көз алдыңызға физикалық блокчейнді елестетіңіз. Тек интернеттегі виртуалды кодтар емес, әртүрлі елдерде орналасқан, жоғары деңгейде қорғалған нақты алтын қоймаларының жаһандық желісі. Және ең бастысы, олар барлық қатысушылармен бірлесіп бақыланады. Бұл желі цифрлық есеп параноидальды дәлдікпен жүргізілетін Шанхай алтын биржасына мықтап байланған. Жүйеде абсолютті барлығы тіркеледі. Унциясына дейінгі салмағы, әр құйманың сериялық нөмірі, оның сынамасы және қазіргі иесі кім екені. Бұл ұтымды маневр әлемдік экономиканың басты мәселесін, сенім мәселесін шешті. Ұлттық байлық енді бір ғана алпауыт мемлекеттің сейфінде құлтта отырмайды. Алтынның бар жоғы секундтар ішінде тексеріледі. Жүйе орталықсыздандырылған, мөлдір әрі тәуелсіз. Дәл осы сәтте доллар ғаламшардағы абсолютті монополист мәртебесінен айырыла бастады. Шынын айтайық, мен де фактілерге сүйенемін. Дәл қазір долларды ешкім жерлеуге дайындалып жатқан жоқ. Бірақ Қытай өз мақсатына бульдозерді тоқтаусыздығымен ұмтылуда. Және осы жаһандық ығысудың нақты ауқымын бағалау үшін жай ғана сандарға қарау жеткілікті. Иә, егер ғаламшардағы барлық транзакцияларда Канададан Австралияға дейін алсақ, юань әзірге супер қаһарман сияқты көрінбейді. Жаһандық SWIFT жүйесінде оның үлесі шамалы пайыз төңірегінде ғана. Әлемдік бәліштің жартысын бұрынғысынша өзіне алып жатқан доллардың аясында бұл көп емес сияқты. Бірақ басты гәп басқада. Бүкіл әлемді ұмыта тұрыңызда. Қытайдың өзінің саудасына назар аударыңыз. Осыдан 10 жыл бұрын ғана жағдай абсурдты еді. Әлемдік фабрика Еуропаға смартфондар сатты. Таяу шығыстан немесе Қазақстаннан мұнай сатып алды. Және әрбір мәміле үшін американдық банктерге үн-түнсіз комиссия төлеп отырды. Бұл барлық есеп айырысулар доллармен жүргендіктен ғана алынатын. Аумен демалғаным үшін төленетін салық іспеттеді. Қытайдың өз келісім шарттарындағы юаньнің үлесі 0-ге жуық болатын. Ал енді жаңа шынайылыққа қош келдіңіздер. Тарихта алғаш рет Қытай өзінің бүкіл халықаралық саудасының жартысынан көбін өз валютасына ауыстырды.
Енді Бразилияға, Ресейге немесе БАА-ге жаңа электрокарлар легін жібере отырып, Бейжің басқа шарттар қояды. Жігіттер, долларларыңызды өздеріңізге кәдесый ретінде қалдырыңыздар. Юаньмен немесе өздеріңіздің ұлттық валюталарыңызбен, мысалы теңгемен немесе дирхаммен төлеңіздер. Біз келісеміз. Сондықтан доллар әлде қаржы тағында тұр. Бірақ қытайлықтар шеберлікпен және ешқандай шусыз сол тақтың бәл астындағы еденді аралап жатыр. Келіңіздер, осы пазлды жинайық. Бейжің құр ұрандармен ауаны сілкілемейді. Ол жүйелі түрде параллель қаржы әлемін құруда. Олардың стратегиясы дәл 3 мақсатқа бағытталған. Кепілзатты ауыстыру, алтын жаңа VIP рұқсаттамаға айналады. Елдер несие алу үшін енді американдық қарыз қағаздарын сатып алуға мәжбүр болмайды. Өз жолдары, SWIFT-тің аналогы, қытайлық CIPS жүйесі іске қосылды. Егер Вашингтон біреудің қаржылық оттегісін жабуды шешсе, енді қосалқы жүргек тас жол бар. Делдалды жою. Юаньмен немесе ұлттық валюталармен тікелей сауда жасау Уолл-стритті алып комиссиялардан мәңгілікке айырады. Әрине, Вашингтон ұрыссыз берілуге дайындалып жатқан жоқ. ақш қатаң қарымта соққы беруде. Шетелдік банктерге жойқын санкциялармен қауіп төндіріп отыр. Ультиматум қарапайым. Не сіздер доллар ережесімен ойнайсыздар, не біз сіздерді жүйеден ажыратамыз. Сөйтіп банкіңіздің күні бітеді. Сонымен қатар, технологиялық шектеулер қойылуда. Америкаға Бейжіңді озық микрочиптерден кесіп тастау өте маңызды. Өйткені ертеңгі күннің технологияларынсыз таудай алтынның өзі көмектеспейді. Енді шынайылыққа оралайық. Американдық валюта ертең таңертең құлай ма? Әрине жоқ. Бұл өте қуатты, ғасырлық тарихы бар машина. Бірақ Қытай ең бастысын жасады. Ол қорқыныш монополиясын бұзды. Ол бүкіл әлемге дәлелдеді. Бұл жаһандық казинода тек мекеменің фишкаларымен ойнау міндетті емес. Үстелге өз алтынында келіп, өз ереженді орнатуға болады. Ал егер сіз әлемдік экономиканың жасырын сырлары туралы бірінші болып білгіңіз келсе, және үлкен ақшаның шын мәнінде қалай жұмыс істейтінін түсінгіңіз келсе, міндетті түрде арнамызға жазылыңыздар және қоңыраушаны басыңыздар. Лайк басып, комментарийде жазыңыздар. Сіздердің ойларыңызша ақырында кім жеңіске жетеді? Жасыл доллар ма, әлде қытайлық алтын ба? Келесі бейнероликте кездескенше.